Саламатсыздар ма, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қаныш Сәтбаев, жан-жақты ғалым. Зерттеу сұрағы: Қаныш Сәтбаевтың феномені неде? Оқу мақсаты: Қаныш Сәтбаевтың Қазақстан өнеркәсібі мен ғылымын дамытудағы рөліне баға беру. Ендеше балалар, тақырыпты ашу мақсатында Қазақстанның байлығы тақырыбында Қазақстан Республикасының мына картасына назар аударайық. Ендеше балалар, тұлғаны таны. Мына суретте біз кімді таныдық? Енді балалар, осы сурет бойынша бірнеше сұрақтар берсем. Бірінші, Қаныш Сәтбаев кім? Ол туралы біз не білеміз? Екінші, Қаныш Сәтбаевты ғалым ретінде кім таниды? Үшінші сұрақ: Қаныш Сәтбаевтың геологиядан тыс қандай еңбектерін білесің? Енді балалар, тереңірек білуіміз үшін Қаныш Сәтбаев жан-жақты ғалым тақырыбында бейнероликті тамашалайық. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев аса көрнекті қазақ геологы, қоғам қайраткері, Қазақ КСР ғылым академиясын ұйымдастырушы және оның тұңғыш президенті, Қазақ КСР академиясының академигі, Қазақстан геологтары ғылыми мектебінің негізін қалаушы, Қазақстандық металлогения ғылымының негізін салушы. Туған жері бұрынғы Семей губерниясының Павлодар уезіндегі Ақкелін ауылы, қазіргі Павлодар облысының Баянауыл ауданы. Сауатын ауыл молдасынан ашқан болашақ ғалым Павлодардағы Орыс қазақ мектебінде, Семей мұғалімдер семинариясында, кейін Томск технологиялық институтының Тау-кен факультетінде геологиялық барлау мамандығы бойынша білім алды. Оқуын аяқтағаннан кейін бар өмірін Қазақстанның минералдық ресурстарын және рудалық кендер генеалогиясын зерттеуге арнады. Оның қалдырған ғылыми бай мұраларының ішінде жезқазған кені туралы зерттеулерінің, Сарыарқаның металлогендік және болжам карталар жөніндегі еңбектерінің маңызы ерекше. Жезқазғанның ірі мыс рудалы аудандар қатарына жатуы, кезінде осы кеннің жоспарлы түрде кең масштабтағы барлау жұмыстарын ұйымдастыруға болатын ірі объект екенін дәлелдеп берген Сәтбаев еңбегінің нәтижесі. Сондай-ақ ол минералдық шикізатқа бай Сарыарқа, Кенді Алтай, Қарағанды, Қаратау секілді аймақтарды да ерекше зерттеді. Олардың кендерінің стратиграфиясы, тектоникасы, құрылысы, металлогениясы, неохимиясы және шығу тегі туралы маңызды ғылыми қорытындылар жасады. Ғылымға формациялық металлогендік анализдің кешендік әдісін енгізді. Ол Қарағандыда металлургиялық зауыт салуға, Қостанай, Алтай темір және марганец, Қаратаудың фосфорит кендерін және осылар секілді көптеген ірі нысандарды игеруге, Ертіс Қарағанды каналының қазылуына, біраз ғылыми зерттеу институттарының ашылуына тікелей араласып, зор еңбек сіңірді. Қаныш Сәтбаевты ғалым ретінде кім таниды? Академик Қаныш Сәтбаевтың көп қырлы талантының жарқын көрінісі, ол ғылыми жұмыстардың ұлы ұйымдастырушысы бола білді. Оның халқына мұраға қалдырған қазынасы, іргесін өзі қалаған ғылым ордасы Қазақстан ұлттық ғылым академиясы. Қаныш Имантайұлы бұл ғылыми ұйымдастырушылық жұмысқа 1941 жылы шақырылды. Осы жылы КСРО ғылым академиясының қазақ филиалының орынбасар басшысы болып сайланды. Ол сол кезде КСРОға кірген Күншығыс республикалары халықтары өкілдерінен шыққан тұңғыш академик еді. 1946 жылы 1 маусымда КСРО ғылым академиясының қазақ филиалы негізінде Қазақ КСР-ның ғылым академиясының, қазіргі Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының ашылуы республика өміріндегі аса маңызды оқиға болды. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев академия президенті ретінде ғылым мен өндірісті байланыстыруға, ғылыми жетістіктерді өндіріске енгізуге үлкен мән беріп отырды. Қаныш Сәтбаевтың геологиядан тыс қандай еңбектері бар? Қаныш Сәтбаевтың геологиядан басқа мәдениет саласында тарихта қалдырған еңбектері мол. Шоқан Уәлиханов жазып алған Едіге жырын мәтініндегі қазақ оқырмандарына түсініксіз араб, татар сөздерінен тазартып, қазақ тілінің жаңа орфографиясының негізінде қайтадан дайындаған. Ғұлама ғалым
Ұлытау өңіріндегі басты тарихи, мәдени, археологиялық ескерткіштерді зерттеді. Жезқазған Ұлытау өңірінен көптеген этнографиялық мұраларды жинап, Жезқазған ауданындағы көне заман ескерткіштері атты еңбегін жазды. Онда Ұлытау өңірі ежелгі металлургия орталығы болуымен қатар, қазақ этносының саяси орталығы екені де толық дәлелденген. Қазақ орта мектебінің төменгі және жоғары сынып оқушыларына арналған алгебра оқулығын дайындаған. 1931 жылы басылған Александр Затаевичтің қазақтың 500 әні мен күйі жинағына Сәтбаев қазақ халқының музыкалық мұрасының інжу маржаны болып есептелетін 25 әнді өзі орындап, орыс тілінде ғылыми түсініктеме беріп енгізген. Бірінші тапсырма бойынша Қаныш Сәтбаевтың кемінде 3 зерттеген кен орындарының аумағын картаға белгілеу және атауын жазу. Енді балалар жеке жұмысқа көшейік. Қаныш Сәтбаевтың тұлғалық қасиеттерін түйіндемеде бағалау тапсырмасын орындайық. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев: білімі, тұлғалық қасиеттері, қызметі және баға беру. Осы тапсырманы орындауға көшейік. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында тест тапсырмасын орындап, JET-GRADE бағдарламасымен тексеріп көрелік. Үй тапсырмасы. Бірінші, Қаныш Сәтбаев жан-жақты ғалым тақырыбында эссе жазып келу, оның критерийлерімен таныстырып өтейін. Бірінші, кіріспе сөз. Екінші, Қаныш Сәтбаевтың жан-жақты ғалым болғанына кем дегенде 3 дәлел мен дәйек келтіру. Төртінші, қорытынды ой. Бесінші, сөз саны 150-200-ден аспауы керек. Балалар, бүгінгі сабағымызға қатысқандарыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыздар.